Сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз достар Мафия 2 дейтін керемет ойынды ойнайтын боламыз. Достар, көптеген көрермендер мен арнамда Мафия 2-ның прохождениесін күткен болатын. Көптеген адамдар жазған болатын Мафия 2-ні түсірші Нұрлан деп. Міне достар, сіздер үшін бүгін достар GTA 2-ден достар прохождение бастайтын боламыз достар. Сол үшін әрине достар лайктарыңыз басыңыздар, арна атыра келіңіздер. Ал біз достарға бастайтын боламыз. История деймізде, ал новая игра бастайтын боламыз. Ал кеттік ал достар. Мен бұл ойынды достар кезінде ойнаған болатынмын, бірақ мен достар бұл ойынды дұрыстап ойнаған жоқпын. Яғни мен до конца отқан жоқпын бұл ойынды, соңына дейін жеткен жоқпын. Сол үшін енді прохождение бастадым, ал енді мен дұрыстап сіздермен бірге ойнап, еске алып бір жағынан ойынды ұтуға тырысамын до конца. Енді әрине сіздердің арқаларыңызда егер де көп лайк болып жатса, көп просмотр болып жатса, әрине біз бұл ойынды жалғастыра береміз. Ал егер достар сіздерге қатты ұнамаса, аз лайк болатын болса, онда енді көреміз, онда ойланамыз достар. Барлығы сіздердің арқаларыңызда достар. Ал енді бастайық. Ал міне Мафия 2-ның заставкасы жүріп жатыр. Көрейік ал. Мен барынша қазақша аударуға тырысамын, енді білмеймін, енді аударамды айта алмаймын, енді көремін ал, жақсы. Аударып көремін ал кейбір сөздерді. Ал міне Вито Скалеттаның өмірі басталып жатыр. Өте қызық ойын достар бұл. Өте культовый ойын деп айтуға болады. Классика ғой достар бұл. Керемет ойын достар. Менің атам Вито Скалетта дейді. Я родился на Сицилии. Мен Сицилияда тудым. Этот малыш я. Бұл бала мен дейді. Стою с родителями. Мен ата-анаммен тұрмын дейді, және де апаммен. Я мало что помню о тех временах. Ол кездер туралы мен аз білемін дейді, өйткені өмір қиын болды дейді. Ал сосын әкем кетуді шешті дейді, басқа жаққа кетуді. О, міне Сицилия дейді. Океанды жаңа өмір бастаймыз дейді. Жаңа өмір бастауды шешті нар. Ну, я, короче. Білмеймін енді жақсы аударып жатырмын ба, білмеймін енді мен просто сіздер енді білмеймін, барлығыңыз да орысша түсінетін шығарсыздар. Аударып та керек емес шығар деп ойлаймын. Ол достар, өте керемет ойын достар. 2013 жыл шыққан ойын достар. 2013 жыл бұл ойынға мен өмірімде бұндай қаланы ешқашан көрмеппін. Өте керемет дейді. Өте әдемі. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Иә достар. Әкесі короче, портта жұмыс жасайтын болады. Америкалық арман. Отец стал работать в порту, Не айттым ғой, портта жұмыс жасайды. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал. Барынша тырысып қара жұмыс жасады, бірақ аз ақша алатын болды. Со временем меня отдали в школу. В общем, Вито Скалеттаны мектепке берді. Я бы заговорил на нем с итальянцами. Иә. Там я и встретил Джо. Я өз мектебінде он дос болды, Джош дейтін, Джо. Екеуі дос болды, міне екеуі банк деппін ғой. В общем, ұрлықпен айналысып бастады. Неге? Өйткені ақша керек достар. Ол кезде ақшамен проблема болды. В общем, жаман заман болды, сол үшін ұрлықпен айналысып бастады. Оның бәрі достар просто так болмайды ешқашан. Оның барлығы да себеппен. Көріп тұрғанда достар Вито Скалеттаны ұстап алды. Ал Джо ақшамен бірге қалып қойды. 43 жыл соғыс болып жатыр, а Сицилияда адамдар керек соғысқа. Сол үшін Вито Скалеттаны неге алып кетеді, соғысқа алып кетеді. Міне көріп тұрғанда Вито Скалетта соғысқа қатысады. Оларға осындай адамдар керек. Сол үшін Вито Скалетта ұсталып қалды. Қазір, в общем, мен есім бойынша, не айтып кетті мен. Мен ол... Не болып отырмын, достар, мен сөйлей алмай жатырмын что-то. Короче, қазір біз атысатын боламыз. Осы Сицилиядағы соғыс. Иә, самолет сынып, тек қана 3 адам қалған. Солардың ішінде міне Вито Скалетта. В общем, қазір атысатын боламыз. Повстанцы.
Өте керемет геймплей басталады қазір. Міне осы жерден бастап бізге ойнайтын боламыз достар. Мафия 2 басталады достар. Da quest'uomo morirà. Ал достар, бастайық ал. Так, көп сөйлемей кетіңдер. Давай, өліңдер. Чумолар, өліңдер. Так. Бәрін атамыз. Мә, достар. Мына жаққа кіріп керек емес екен, сол үшін. Кеттік. Так, мына жаққа кіріп керек емес екен көрініп тұр. Терезеден кіретін шығармыз. Кеттік, терезеден кіреміз. Опа, басталды достар. Мафия 2 достар. Лайктан бастаңдар достар. Сразу давайте лайк бастаңдар. Егер де көп лайк болса, біз Мафия 2-ден жалғастырамыз достар. Бұл өте керемет ойын, өте керемет ойын. Соғысын. Опа. Ал, бірді астыйды көрейік ал. Бұл бұлақтырамыз ба не? Ал, пока достар. Сәттілік. Жарылып кетті. Так, өртен өтқан шығар, е. Опа, давайте. Опа, чирик. Қалайсыңдар? Жақсы ма екен? Так, пистолетімізді, автоматымызды алайық та атсайық. Кеттік ал. Жігіттер, кеттік ал. Спрячьтесь дейді. Тығылайық. Қалай тығылады екен? Все, да? Давай, достым, аш. Мә, өлмейді екен ол. Саған, ұшып кетті, көрінсіздер ме? Қандай керемет геймплей, достар. Өте керемет достар. Маған ұнап жатыр. Бәрі кәм движение жатыр, печенье атысып жатыр. Қараңыздар, міне. Кішкене бір сөзімен достар, кішкене шай жатыр. Менде мән бермеңіздер. В общем, ең бастысы достар. Біз Мафия 2. Мә, көтеніне атып жүрдім, қараңыздар. Көтеніне атып жүрдім ал. Так, ешкеді жоқ қой да ешкім. Опа. Нормально. Опа. Мә, саған керек болса. Ух ты. Тығыл досым. Неқтығым бар. Мә, сіздер керек болса. Так. Так, атсайық, достар. Опа. Достар, өте қызық болып жатыр. Қазір енді көп сөйлей алмаймын, кешіріңіздер. Қазір өте прям атыс болып жатыр. Көп сөйлейтін жер емес қазір. Атыс өтіттік, нарды бірінші. Менде автоматтың оғы өтіп қалды, достар. Қайдан оғы алам мен? Нардан алсам бола ма? Міне алып от екен. Нормально, достар, кеттік, атсайық. Так, давай, қалай ұстырады? Төртті. В общем, сіздер керек болса. Өліңдер. Давайте. Давай. Пока. Все, да? Біттіңдер ме? Ух ты. Терезеден. Аштық. Так, тығыламыз. Мына жерден тұрғамыз ба? Ух ты. Атып атыр ғой. Ё-моё. Мә, күшті екен номе атқан достар. Мә, өліп атырық бақ, сонда да атып атырық бәріне. Так, тұр, братан, өлеміз қазір. Братан, өлеміз. Братан, не болды саған? Тұршыш, қалай кететін? Давайте. Братан, өлмеш, тұрғал. Ё-моё, достар. Кәдімгідей атса отырып қой, ёпты. Давай, қаш, Вито, өлме. Ё-моё, достар, экшен бұл жатыр, экшен. Маған ұнап жатыр, достар, ойын. Жоқ. Витоны өлтірмейді, достар. Қараңыздар. Вито. Жоқ, міне. Алаңдап кетті.
credo? Chi si crede di essere? È davvero Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samarità come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo В d'onore. общем, достар, мен аудармайтын шығармын, да? Сіздерге аударып керек емес шығар, өйткені Ascoltare i consigli di noiarsi del posto. ойын өзі орысша болады. Prendiamo. Қазір басқаша тілде болып жатыр, өйткені мына жерлер аударылмаған, бірақ басқа жерлердің бәрі аударылатын болады, сол үшін. В тот день сдался весь гарнизон. Бәрі, Почему? потому что он так велел. Мына жер есімде қалды кішкене. Фух, достар, міне ойын Мафия 2. Глава 2 дейді. Дом, милый дом. Иә, басқаша қалай айтасың. 2 жылдан кейін, достар. О, міне, достар, бізді босатты, достар. Қалаға барып босатты. Міне біз, достар, түстік. Өте керемет, достар, қазір. Бізді Джо қарсы алып. Джо, қайдасың? Джо. Пару лет нации закатили мне пулю. Иә. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Короче, иә. Түсінікті бәрі. Мұнда бәрі орысша, достар, сол үшін мен аударма қойыңызшы, жақсы қазақшаға бәріңіз түсетін шығарсыздар орысша. Сіздерге енді тек просто комментарий беріп тұрам, болды. Міне, достар, біздің досымыз бізді сатқан жоқ. Міне, бізді қарсы алып алды кәдімгідей. У меня свои истории. Алдағы уақытта, достар, бізге Джо өте көп көмектесетін болады. Маған Ничего, ұнайды. тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Әрине, достар, дейді ма? Кеттік ал. Аңғарыңыздар, ит жүр аңғарыңыздар даже. Достар, бұл өте керемет ойын, достар. Мен мін рет айтқан барым, бірақ шынымен де, достар, бұл мен GTA-дан кейінгі жақсы көретін ойын осы деп айтуға болады, Мафия. Бірақ маған да көбінесе сюжет ұнайды осы ойыннан. Өте күшті, достар, қыста жасалған бұл ойын, қыс болып жатыр. Как раз, достар, Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? аңғарыңыздар. Почти 3. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего сверна. Может, сменим тему, А, а? достар, мен айдамай еткенмін ғой. Мен өзім айдайын деп тұрмын. Мен емес екен ғой айдап жатқан, бәсе, неге жүріп жатыр деп қоям. Джо айдап жатыр бізді. Ну, типа. Нам слегка помогли. Есть такой Дон Коло. В общем, кеттік ал. Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то. Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроил. Уа, қараңдаршы, достар, қандай күшті бұл. Молайтын, достар, нешінші жыл екен білмеймін енді, 1960 жылғы ма, 60 жылы ма, 1950 жылы ма. В общем, бұл ескі ғасыр, достар, көріп тұрғаныңызда, ойын дейтін басқа баяғы стильдер жасалған. А тут можно вообще трогать все, что движется, и все. Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Кеттік ал. Міне келіппіз уже. Салют, Опа. Дочка. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась? Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Достар, бізге, короче, осы Джо көмектесетін болады. Бізді банағы сол соғысқа апармауға бізге қағаздар жасап береді, күшті-күшті. Сол қағаздар арқылы біз соғысқа бармайтын боламыз. Енді, достар, графон енді қазіргі заманда, қазіргі 2019 жыл, 2018 жыл дегенім. Онда керемет емес, бірақ 2013 жыл, достар, бұл өте керемет графика болған, достар. Бұдан жақсы жасай алмайсыз 2013 жыл. Стой, ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра, когда дело Көріп тұрғаныңыздай міне қағаздарын бәрін жасап береді. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно? В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. Деньги откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну,
Спасибо. Сол үшін алып жіберейік, достар. Сол үшін алып жіберді. Вот так. Брат родной, теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвези. Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Фу, достар. Қызықтар енді басталып жатыр, достар. Бұл прохождение сіздер қарайды деп ойлаймын енді. Енді қараңыздар, достар, маған да өте қызық болады. Егер сіздер қарасаңыздар, мен жалғастырғым келеді бұл ойын, достар. Достар, қараңдаршы, қандай керемет ойын, қандай күшті атмосфера, достар. Қалай лайк баспайсыздар мұндай ойынға? Задача отмечается на радаре дейді. Кеттік, ал, достар. Үйімізге барайық. Бізді анамыз күтіп тұр үйде. Ол қуанатын шығар деген ойдамын. Кеттік, ал. Мен бәрі есімде бар, достар, кішкене есімде бар. Қараңдаршы, достар, өте керемет, достар. Графикасы да бәрі жақсы деп айта аламын, достар. Қазіргі заманда да қазіргі жылға да жақсы, 2018 жылда жақсы деп айта аламын. 8 жыл өтсе де, достар, өте керемет бәрі. Кеттік, міне үйімнің есігі. Ал, біздің квартира крик, ал. Бәрі өте. Қараңдаршы, қандай күшті подъезд, достар. Тап-таза, бәрі күшті, достар. Бізде қанша жерден 2018 жыл болса да, достар, мұндай подъездар, мұндай тап-таза подъездар, мысалы, Қазақстанда көп деп айта алмаймын, шын айтайын. Ал, кеттік, үйімізге кірдік. Привет, мама. Я вернулся. Қандай, достар, күшті озвучка бұл ойынның, достар. Кәм эмоциян бәрін салып кәм жасаған дубляжды. Сестричка, как дела? Сағанып қалған үйдегілері бәрі. Садись, ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полла. Тебе полезно. Бұл жеріне үндемей қойың. Тыңдаңыздар. Папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да. Да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Ұмытып қалған бәрін. Соғыста жүрді, енді не айтасың енді басқа. Өте керемет, достар. Деген сөзді көйтіп кеттім, бірақ сонда да. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Көріп тұрғандай, достар, үйдің іші ондай керемет емес. Қараңыздар, жарлары бәрі қысынып жатыр. Полды қараңыздар, қараш, бәрі өте жаман деп айта алмаймын енді, бірақ көрініп тұр, достар, кедей тұрады, ақшалар жоқ екен көрініп тұр. Ертең біз алдағы уақытта Вито мен неше түрлі миссиялар орындап, күшті үйлер салатын боламыз, өмірімізді жақсартатын боламыз. Бірақ әзірше, достар, бізде ешқандай жұмыс жоқ, бізге онымен джо көмектесетін болады. В общем, кеттік, комнатымызға барайық. Есігімізді ашайық. Міне біздің комнатымыз. Ал, есік жауып тастайық та айтуға да, жауып тастайық та. Ешкім маған мешать етпесін. Ал, міне біздің комнатымыз. Так, не бар мұнда қарайтын? Да, бізде кітаптар бар, постерлар бар. Машина тұр ана жерде. Мына жерде терезе бар, достар, терезеден қарауға болады. Маған, достар, ұнайды, білмеймін, маған графон ұнайды, достар. Графон жаман деп айта алмаймын, достар. Ал, ұйықтайық, ал, кеттік. Достар, Вито демал. Келесі күн дейді. Ал, келесі күн болса, міне тұрдық. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Дұрыс айтады. Бұндай жерде тұрып керек емес, достар. Ақша табу керек, достар. Ақша табу керек. Кеттік, ал. Оденьтесь дейді. Мұнда кіретін барымыз да. Мұнда не бар? Так, қандай киімдер бар, көрейік. Мұнда, достар, көп киімдер бар екен ғой, мен ойлағаннан. Күшті киімдер бар, достар. Қайдан жатыр бұл киімдер, білмеймін, ал. Опа, күшті киімдер бар екен. Так, маған ұнап тұр. Бұл модный сияқты. Киіп алайық, давайте. Ескі осын киіп алайықшы, да?
Опа. Мә. Юк кеттік достар. Қараш. Қой достар, жоқ басқа бірде киіп алайықшы, маған аптан жоқ. Жоқ, осыны киікші достар, костюм киеміз. О, міне. Керемет костюм киіп алдық, қал кеттік шығайық. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мам, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Көріп тұрғаныңыздай, анасы Джон ұнатпайды. Человека из доков. Папа Өйткені Гордон. Он из профсоюза. сонымен дос болған кезде ғана ол Усердно, как твой түрмеге папа. түсіп кетті. Түрмеге дегенде оны сосын соғысқа алып кетті. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно. Мама, анасы оны банағы папасы әкесі жасаған жұмысқа кірсін деп тұр, бірақ әрине Вито Скалетто ондай жұмысқа бармайды, өйткені ол аз ақша келеді, сосын банағыдай жүресің, сол банағыдай біреудің артын жалап сөйтіп жүресің. В общем, керек емес шығар деп ойлаймын ондай жұмыс Вито Скалеттоға, өйткені біз басқаша жолдармен ақша табатын боламыз. Ол дейтін әрине банағыдай айтқандай, керемет қандай күшті костюм киіп алдық. В общем, кеттік жалғастырайық. Кеттік ал. А мне плевать. Мне плевать. Хоть юбку Кім но? шею продайте. Что тут происходит? Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Мә, достар, қырыламыз. Так, Идем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, Так. Как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Пожалуйста, ты делаешь только хуже. давай. Достар, бұл ойында төбелестер өте қызық. Қараңыздар, қандай кәм. Мә саған керек болса. Ух ты. Мә саған керек болса, түсіндің бе? Кел, давай. Мә саған. UFC өк бетті, достар, жоқ жерден. Тах. Құла, давай. Брат. Қой деп тұрғы саған. Мә саған керек болса. Эй, мать твою. Знаешь что? Вали отсюда нахрен. Вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? $2000. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели. Или Бір аптаның ішінде долг снова вырастет. $2000 табу керек. Не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся, я разберусь. Вито Скалетто келді. Бүкіл шаруаны шешеміз, достар. Бізге әрине онымен... Две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Достар, бізге Джо көмектеседі деп ойлаймын ал. Кеттік, достар, Джоға баратын боламыз әрине. Біздің ең жан досымыз Джо, достар. Тек қана Джо бізге көмектесе алады. Біз Джодан неше түрлі затты үйренеміз. Соңғасында жүріп, біз ақша табамыз дегендей. В общем, Джоға баратын боламыз, достар. Енді, достар, осы жерден бірінші бөлімді аяқтайтын боламыз. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді Мафия 2 дейтін бұл керемет ойын маған қатты ұнайды, жалғастырамын. Әрине, егер сіздерге қатты ұнап жатса, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Давайте, достар, 2000 лайк жинапсаңдар, бұл дейтін Мафия 2 ғой, достар. Қалай 2000 лайк жинамайсыздар? Осымен аяқтаймын. Сіздермен бірге болған әрине Нұрлан Қаламов. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.